Облыстық қылмыстық атқару жүйесі департаментінде бүгінде 800 қызметкер жұмыс істейді. Соның 60 шақтысы кәсіби мерекелеріне арналған салтанатқа қатысуға мүмкіндік алды. Өзгелері қызметте. Биыл Қазақстан полициясының құрылғанына 21 жыл. Шараға шақырылған қос сала ардагерлері Нұр Отан партиясы өкілдері мерекеге жиналғандарды құттықтап, қызметтеріне табыс тіледі. Марапаттау рәсіміне салтанатты түрде сапқа тұрғызылды. Қылмыстық атқару жүйесі департаменті бастығының орынбасары Талғат Әбдіранбаев қылмыстық атқару жүйесін дамытуға қосқан үлесі үшін медалімен, К-68-4 мекемесінің бастығы Сағынғазы Қабылов қылмыстық атқару жүйесінің үздігі төсбелгісімен марапатталды. Ішкі істер министрі мен қылмыстық атқару жүйесі төрағасының алғыс хаттары тағы бірнеше адамға табысталды. Биылғы іс-шараға біздің жаңағы жақсы көрсеткіштер көрсеткен қызметкерлер министрдің атынан, ішкі істер министрінің атынан және қылмыстық жүйесі комитет председателінің атынан марапаттаулар алып жатыр. Және де биыл жаңағы біздің қылмыстық жүйесі департаментіне 26 автокөлік бөлінді. Бұл арнайы автокөліктер және жеңіл автокөліктер. Бұл соңғы 15 жылда біздерге беріліп тұрған автокөліктер. Енді бұл сол ішкі істер министрлігінен бөлінген 101 миллион қаржыға алынып жатқан жаңа автокөліктер. 26 техниканың 11-і жеңіл көлік, 5-і шаруашылық көлігі, 4 автобус пен 4 газель. Департамент басшылығы 15 жылдан бері мекеме автопаркінің алғаш рет жаңартылып жатқанын жеткізді. Келер жылы 32 техникаға тапсырыс берілген. Жемдегі қатаң тәртіптегі күзету колониясы секілді қаладан шалғайда орналасқан түзету мекемелеріне қыста қатынас қиындайды. Жолдарды қардан тазарту проблемасын шешу керек. Осыған орай әсіресе қар аршитын колонналарды бастап жүретін ауыр техникаларға қажеттілік туындап тұр. Айман Болатқызы, Алексей Уразов, тәулік.